Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай керемет сүтті қыз тортын жасайтын боламыз. Өте нәзік, жұмсақ және осындай керемет биік болып шығады. Осы биік болып шығу әдісін сіздерге видеода айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап кетіңіздер. Керекті заттарды описаниеға жазып кететін боламын. Бізге керекті заттар: бөлме температурасында тұрған 80 грамм сары майымызды, 2 жұмыртқамызды, сгущенкамызды қосамыз. Менде 3 желания сгущенкасы. Сгущенка қою болса, сіздердің корждарыңыз нәзік, дәмді болып шығады. Және мен 1,5 банка сгущенка қостым. Егер 1,5 банка сгущенка қоссаңыздар, сіздердің корждарыңыз биік және дәмі өте керемет болып шығады. Барлығы өздеріңіздің қалауларыңызша 1 банка қоссаңыздар да болады. Ендігі барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ендігі ұнымызды дайындап аламыз. 160 грамм ұнымызға 1 шай қасық разрыхителімізді қосып, ұнымызды бөліп қосып, миксерімізбен араластырып аламыз. Барлығын осылай жақсылап араластырып, бізде өте нәзік масса шығатын болады. Неге біздің массамыз дайын болды? Біздің массамыз өте нәзік, керемет болып шығады. Ендігі біз диаметрін сызып алатын боламыз. Менде осындай поклан деген пергамент бумагасын алып, сіздер ручкамен сызып алсаңыздар болады. Менде осындай ыңғайлы маған 24 см формамен дәл осылай формасын келтіріп сызып алатын боламыз. Ендігі дайын тұрған массамызды осындай дайындап алған пергамент бумагасына 3 қасықтан салып шығатын боламын. Менде 6 корж шықты. Және де осылай тегістеп қасығымызбен немесе лопаткамызбен осылай жасап шығамыз. Барлық массамыз дәл осылай жайып тегістеп шығамыз. Менде 6 корж шықты. Осы 6 коржымызды жақсылап дайындап алғаннан кейін пешімізді қыздырып 3-4 минутта пісіріп аламыз. Бұл корждарымыз тез піседі. Мінекей біздікі дайын болды. Міндетті түрде қарап тұрыңыздар, корждарыңыз күйіп кетпесін. Ендігі міне суығаннан кейін осы пергамент бумагасынан алып, жан-жағын тегістеп шығатын боламыз. Егер асығыс болсаңыздар, тегістемесеңіздер де болады. Бірақ мен осы тегістеп шықтым барлығын. Бір-бірінің үстіне қоймайсыздар, корждар жабысып қалуы мүмкін. Ендігі біз кремімізді, сливкиден кремімізді дайындаймыз. Менің парақшамда осы клейгеймен қалай жұмыс жасау керектігі видеосы бар, содан қарап алсаңыздар болады. Ендігі біз сливкидімізді және қантымызды, творожный сырымызды қосып, осындай крем жасайтын боламыз қою. Ендігі тортымызды жинайтын боламыз. 2-3 қасық кремді жағып, осылай лопаткамызбен түзеп, бір келкі алып жағып шығамыз кремді. 6 коржымызды дәл осылай түзетіп жағамыз. Барлығын жағып, және үстіңгі кремін жағып, жан-жағына барлығына бір келкі алып жағып шығамыз. Жан-жағына жағуға крем алып қалыңыздар. Мінекей дәл осылай жағып шықтық. Енді тортымызды әсемдейтін боламыз. Барлығы өздеріңіз қалауларыңызша. Мен шоколадты пакетке салып ерітіп жылы суда дәл осылай жағып шықтым. Осылай шоколадтарды жан-жағына жағып, оны кішкене түзетіп аламыз. Барлығын түзетіп алғаннан кейін мен осындай мандаринмен, кивимен әсемдедім.
рецепттер өздеріңіздің қалауларыңызша клубника, малинамен әсемдесеңіздер болады. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Биік, нәзік болып, керемет болып шықты. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер.